Саламатсыздар ма? Құрметті замандастар, қалдарыңыз қалай? Көптен бері сіздермен сұхбатқа шықпадым. Қазір міне көктемнің бір әдемі күнінде серуендеп жүрмін. Тамаша табиғат. Жаңбырдан кейінгі ауа райы қандай керемет. Көктемде адамдар байқамай қаламыз. Ағаштың қалай гүлденіп, гүл ашып кеткен, бүршік жарып кеткен бір күні байқаймыз да, көкшөп қалай керемет болып шыққан. Кеше ғана қыс болған, міне көктем келген кезде табиғат құлпырып шыға келген кей кезде де байқамай қаламыз. Не себеп деп ойлайсыздар? Өйткені көктемде жалпы күн қалай зымырап өтіп жатқан, уақытымыздың қалай зымырап өтіп жатқан біз байқамаймыз, күйбең тірлікпен жүріп. Ал біз сол табиғаттың бір бөлшегі емеспіз ба? Сондықтан өздеріңізге бір серуендеуге уақыт берген дұрыс деп ойлаймын. Таза ауа, табиғатымыз керемет біздің. Үйден шығамыз, көлікке мінеміз, жұмысқа барамыз, жұмыста жүреміз, қайтадан жұмыстан шығамыз, үйге асығамыз. Сол осы күйбең тірлікте жүріп, уақыттарыңыздың қалай өтіп жатқанын байқамай қаламыз. Сондықтан мен сіздерге кеңес беретін едім. Күніне бір уақыт серуендесеңіздер деп. Кез келгендеріңіздің үйлеріңіздің қасында, не болмаса үйге жақын жерде саябақтар бар. Сол саябақтарда серуендеп жүргенге не жетсін. Қараңыздаршы міне төңіректі. Дәл осы табиғат енді қайталанбайды. Ертең мына бүгін бүршік жаруы аз болып тұрған ағаштар ертең бүршік жарып шыға келеді. Ертең гүлденіп шыға келеді. Дәл бүгінгі күндегідей сәт болмайды. Ертең басқаша. Сол сияқты сіздің де өміріңізде ертеңгі күн бүгінгі күніңіз қайталанбайды. Ертең басқа күн болады. Сондықтан әр күніңізді бағалаңыз. Әрине, біреулеріңіз айтуларыңыз мүмкін. Ой, осы еріккеннен айтып әңгімесін жүреді екен деп. Бұл менің жаңағы шынайы сіздерге әр сәттеріңізді бағаласаңыздар деген ойым, пікірім. Өтпей жатқан біз сағат бір тоқтап тұрған сияқты ойлаймыз ғой. Бірақ сағат тоқтап тұрған жоқ, уақыт тоқтап тұрған жоқ. Сондықтан өтіп жатқан өмірлеріңізді мәнді өткізсеңіздер деймін. Бір-бірімізге деген сыйластықпен әрқашанда міне мұқият тыңдасаңыздар, құстардың да дауысы шығып жатыр. Көрдіңіздер ма? Естіле ма? Осы сияқты мұқият тыңдаған кездегі құстың дауысы қандай керемет болса, сіз өзіңіздің жүрегіңізді мұқият тыңдасаңыз, жүрегіңіздің соғуы да керемет. Ал енді сол жүрек сізге қызмет етіп соғып тұрған кезде, сіз жүрекке неге мынандай жақсы ауа райында, жақсы күндердің кереметтілігін сезіндірмеске? Жүрек қай кезде сезінеді? Жүрек қатты қуанған кезде сезінеді, қатты реніш болған кезде ренішті сезеді, қуанғанда қуанышты сезеді. Ал басқа кезде бізге қызмет етіп тұрады. Сондықтан мен сіздерге айтатын, жүректеріңізді қуантып тұрыңыздар, демалтып тұрыңыздар, мынандай табиғатты көрсетіп. Сіздер әр кезде бір теледидардан болмайтын бағдарламаларды көріп, немесе болмайтын бір
қажет емес біреудің өмірін айтып жатқан нәрселерге көңіл бөліп жатасыздар ғой, оған уақыт тауып жатады ғой. Соның орнына осындай табиғатта жүрсеңіздер, табиғат аясында тіпті медеуге, Шыңбұлаққа, тағы басқа жаққа шығуға уақыт болмаған жағдайда да жұмысыңыздың қасындағы немесе үйіңіздің қасындағы осындай баққа шықсаңыздар, оның өзі сіздерге серпіліс береді. Көп әңгіме айтып кетсем ренжімеңіздер. Қазір мына жердегі табиғатты көріп, кереметтігіне тәнті болып, сіздермен бөліскім келді. Рахмет, сіздермен бірге болған Шолпан Қасымжанқызы. Кездескенше сау саламат болыңыздар.